Абай жолы Мұхтар Әуезовтің әлемдік деңгейде танылған эпопеясы. Бұл шығарма ұлы ақын, ойшыл Абай Құнанбайұлының өмірі арқылы қазақ халқының тұрмысын, мәдениетін, әдет-ғұрпын, сол кездегі қоғамның шындығын көрсетеді. Эпопея 4 томнан тұрады. Әрқайсысы Абайдың өмірінің әр кезеңін суреттейді. Абай жолының бірінші томына тоқталамыз. Жалпы Абай жолының бірінші томында 7 тарау бар. Қайтқанда, қат-қабатта, жолда, шытырманда, бел-белесте, өрде, қияда. Абай жолының бірінші томының бірінші тарауы қайтқанда бөлімі Абай семейден оқуынан қайтып, ауылына келе жатқанымен басталады. Құнанбай Абайды алып келуге қалаға өзінің көмекшілері Байтас пен Жорға Жұмабайды жібереді. Жол бойы Абай ауылға асығып, үлкендердің мазасын алады. 3 күндік жолдың соңғы күні Абай жолда келе жатып, жоқ болып, бетперде тағып Байтас пен Жұмабайды шошытады. Олар бетперде киген аттыны ұры деп ойлап қалады. Сөйтсе, ол Абай болып шығады. Жұмабай оған ашуланады. Ұрылар жататын жерде бұлай қалжыңдауға болмайтынын ескертеді. Артынша Абай кешірім сұрайды. Жұмабай Абайдың кішіпейілдігіне риза болады. Ауыл тұрғындары 3 аттыны алыстан танып шуласа кетеді. Үй ішінде жүрген Абайдың шешесі Ұлжан, оның шамамен осы күні келетінін болжаған. Абыр-сабырды ести сала, ол да төрде отырған, енесі Зерені алып сыртқа шығады. Абайдың келе жатқанын көріп, Ұлжан алыстан алдымен арғы жақта әкең тұр, сол кісіге амандас деп айтады. Үшеуі Құнанбаймен амандасады. Құнанбай ұлымен хал сұрасады. Құнанбайдың көп сөйлеп тұруға уақыты болмайды. Бар ойы алыстан келе жатқан 4-5 атты адамда. Абайды жол-жөнекей ауыл адамдары бетінен сүйеді. Әжесі бірінші маған емес, әкеңе амандастың деп ренішін білдіріп, немересі құшағына кіргенде құлыншағым деп кеңсеңдеп жылауға айналады. Абай шешелерінің үйінде әбден еркелейді. Сол үйде болғанда Абайға Майбасардың атшабары Қамысбай келіп, Абайды әкесі шақыртып жатқанын айтады. Абай қонақ үйге қарай беттейді. Келсе, іште Құнанбай, Майбасар мен Жұмабайдан басқа осы тобықты ішіндегі рулардың белгілі адамдары отыр екен. Олар Құнанбай руы Ырғызбай руына жақын келетін Көтібақ руының рубасы Байсал, Жігітек руының рубасы Бөжей, Бөкенші руының рубасы Сүйіндік, Көкше руының рубасы Қаратай. Арасында Байсалдың немере інісі жас жігіт Жиренше бар. Абай келіп, үлкендермен амандасып, біраз әңгімелеседі. Негізгі әңгімеге көшу үшін Құнанбайдың сөз бастауын күтеді. Бірақ ол ұзақ ойланып, ештеңе айтпады. Сөйткенше сырттан Абайдан 5-6 жас кіші інісі Оспан кіріп келеді. Ол сағынған ағасымен ойнаймын деп шектен шығып кеткендіктен, Құнанбай оны жақтан тартып атшабарға алып кетуді тапсырады. Әкесінен таяқ жеген Оспан жыламайды. Құнанбай сөзін бастайды. Барлығын жинау себебі Қодар мен Қамқа оқиғасы болатын. Қодар кедей, жасы үлкен адам, ал Қамқа оның келіні. Ел ішінде екеуінің арасындағы жақын қарым-қатынасты әбестік санап, оларды күнә жасады деп айыптайды. Бұл жағдайды ру басшылары өз мүдделеріне пайдалануға тырысады. Әсіресе қатыгез Қамысбай бастаған топ оларды ауыр жазаға кесіп, таспен ұрып өлтіру жазасын қолданады. Бұл үкімді орындауға Құнанбайдың өзі басшылық етеді. Абай мен Жиренше аңшылықта жүрген сәтте Қарашоқыдағы жиын туралы аяқ астынан ести сала сол жерге барады. Абайдың бар ойы Құнанбайдан арызша сұрап, Қодар мен Қамқаны аман алып қалу болатын. Бірақ үлгермеді. Абай әкесінің қатыгездігін көріп, ауылына қарай шауып кетеді. Жол бойы ол ересектердің әрекетін ойлап, ұзақ жылайды. Абай ауылға келген соң Жиреншеге Ұлжан жас баланы үлкендердің жиынына неге апардың деп бір ұрсып алады. Осы оқиғадан кейін Абай ұзақ ауырады, төсек тартып жатады. Бұл уақытта ол әжесінен көп жырдастан, ертегілер, елде болған түрлі оқиғаларды естиді. Арада 1 айдай уақыт өткенде ғана Абай өз-өзіне келе бастайды. Бұл кезде ел жайлауға көшіп келген еді. Bir күні Ұлжанның үйіне Байкөкше деген жыршы мен Барлас деген